Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін осындай әдемі жайнамаздың ең оңай тігілу жолын көрсетемін. Сіздерге мұнда лайфхак көрсетілген, қалай оңай сызып алуға болатын жоғары жағындағы өрнекті және де картон қағаздардан да сызып дайындап алсаңыздар болады. Менің жағдайымда осындай үйдегі бар ыдысты қолдандым. Осындай әдемі дөңгелекшелер сызып өрнек шығардым. Өте оңай және өлшемдерін барлығы бірдей шығады. Ал енді сіздерге екінші жағынан сызып көрсетейін. Бір жағын сызып алғаннан соң, екінші жағын өлшеп отырып сызасыздар. Үшіншісі кетті. Екінші дөңгелегін және де үшінші дөңгелегін көз мөлшермен өлшеп отырып сызамыз. Бірақ біз ұзындығын, енін алдын ала белгілеп алыңыздар. Менде бұл ені қазір мына жерде 34 сантиметр. Екі аралығы 31 емес, 34 сантиметр. Ал мына жер бізде 30 сантиметр болады. Видеоны өте асығыс түсіргендіктен кішкене өлшемдерінде қате кетіпті. Осы жерден жартысы 34 сантиметр, ал бірақ толық өлшемі 64 емес, мына жерде 68 сантиметр. Және де описание бөліміне толық өлшем бірліктерін қалдырамын. Және де енді ұзындығы керек бізге. Ұзындығы бізде екі жағының ең ұзын жерінен бастайсыздар 120 сантиметр. Барлық өлшем бірліктерді теңестіріп алғаннан соң ғана біз өрнегімізді қырқамыз. Және де ең бастысы осы кезде оң жағын, матаңыздың оң жағын алып, осындай әдемі өрнекті лентаны өзіміздің өлшем бірлігімізге сай оң жағы мен оң жағын беттестіріп тігіп шығамыз. Өрнектің жартысынан кішкене бөлігін іш жағына жіберіп тігемін. Яғни ол қайырылып көрінбей кетеді. Тіккен кезде мен тартып тіктім, себебі келесі жағына қазір мен сіздерге соңында көрсетемін не үшін тартып тіккенімді. Және де тартылып тұрған жерлерін, өрнектердің жаңағы бұрыштарын өйстіп қырқып жіберсеңіздер, үтіктеген кезде түзу болып мата жиырылмай, тартылмай тұрады. Жақсылап үтіктеп аласыздар, барын қосып. Велюр матаны тігу кішкене қиындау, себебі бір-бірін қатты жылжытады, және де өлшемдері өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан велюр матаны тіккен кезде әрбір тігісті үтіктеп алып отырыңыздар, содан соң английская булавка дейді. Сонымен қадап тігіп отырыңыздар, себебі мен қазір астарында осы велюр матадан тігемін, жасыл түсті матадан. Сол кезде мұқият болыңыздар, себебі бұл бір-бірін өте қатты жылжытатын материалдар. Жақсылап үтіктеп болған соң келесі матаны да дәл солай қиып аласыздар. Мен де кішкене мата жетіңкіремегендіктен осындай импровизация жасадым. Мен екі жақты етіп жасаймын жайнамазымды, сондықтан өстіп біріктіріп тігіп аламын барлық жағын. Біріктіріп тігіп алғаннан кейін көрінісі осындай болады. Және де үстінен, мынау өрнектің үстінен тағы бір тігіс жүргіздім. Сонда бұл қара түс жағын көрсетеді. Ал жасыл түс жағында менде бір ғана жолақ осындай әсемдік лентасы бар. Бұл жайнамаздың тігілу жолы өте оңай, және де біз жайнамаз тіккен кезде өлшем бірлігіне, сонымен қатар жылжып кетуіне мұқият көңіл бөлсек, жайнамаздарыңыз түзу әрі әдемі шығады. Мен тағы да басқа жайнамаздар үлгісін тіктім. Олардың өрнектері ұқсас, бірақ дәл осы екі түсті матадан бұл жерде өзіңіздің талғамыңызға орай әртүрлі осындай сырып тігу де қосуға болады. Менің видео ұнаған болса, лайк басып, жақсы комментарийларыңызды қалдыруыңызды ұмытпаңыздар. Менің арнамда осындай әртүрлі құрақтан, тігіннен, тоқымадан бірнеше дайын мастер-класстар бар.